Эң алдымен науқастың қолы сынған жағдайда бинтпен орап аламыз. Судан соң оны тіке ұстау үшін мойнына бинтпен іліп қоямыз. Алғашқы көмек көрсету жолдары. Ең алғаш пациенттің тыныс алу жолын анықтайтын боламыз. Содан кейін пациенттің тыныс алу жолдарын тексереміз. Жүрек 30 рет массаж жасаймыз. Содан кейін пациенттің ауыз қуысын тазалап, аузына дем береміз. Қан кетуден алғашқы көмек жолдары. Газбен уланған жағдайда науқасқа алғашқы көмек. Вақтымен науқасқа ескертеміз. Науқасқа өте жеңден қажет. Сол себепті болған мұны жетеміз. Егер де өзен болған жағдайда жеткізбен жеткен нақты жерде шеге уақыттан кейін жедел шақыратын боламыз. Алғашқы көмек